Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі запеканканы дайындаймыз. Бұл рецептте өзінің арнайы формасында емес, кекстің формасына салып пісіріп көрсететін боламын. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге керек ингредиенттер сүзбе, менде дүкеннің сүзбесі, осындай 5%-ық қолтыкымен де жасауға болады. Жүгері крахмал қажет, қант, сүт және де 3 жұмыртқа қажет. Соңында әсемдеу үшін бізге қарақат қажет. Енді сүзбенің үстіне бірінші 125 грамм қантымызды салып аламыз. Сосын барып 3 жұмыртқаны саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. Соңына қарай 200 грамм сүтімізді құямыз. Менде дүкеннің сүті, сүттің орнына қаймақпен алмастыруға да болады. Енді осылай барлығын блендермен езіп алатын боламыз. Мен барлық ингредиенттерді қолданбас бұрын тоңазытқыштан 15-20 минут бұрын шығарып қойдым. Бізде осындай сұйық масса шығады. Енді осы сұйық массамызды осындай ыңғайлы ыдысымызға құйып, қазір кекстің формасына құйып шығатын боламыз. Енді осындай кекстің силиконовый ыдысына барлығын құйып шығатын боламыз. Майлаудың қажеті жоқ, оңай алынады. Осылай барлығын толтырып құйып шығамыз. Сіздер қазір кекстің ортасына дейін құятын болсаңыздар, бұл пісіп шыққан кезде көтеріледі. Көтерілгеннен кейін суытуға қоямыз, суыған кезде бұл басылып қалады. Сол кезде кішкентай ғана болып шығады. Сондықтан қорықпай толтырып құя беруге болады. Әсемдеу үшін осындай қарақатты үстіне сеуіп шығамыз, немесе өзіңізде бар кез келген жемісті салуға болады, немесе дәл осылай қалдырсаңыздар да болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығатын болады. Пештеріңізге қарай әр минутта пісуі мүмкін. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, немесе пайдалы болған болса, төменде кері байланыс ретінде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, подписаться деген қызыл батырманы басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мендегі шыққан жаңа видеоны бірінші болып көре аласыздар. Неке достар, дайын болды. Мен сіздерге ыстық күйінде түсірем деп ұмыт кетіппін. Ыстық күйінде бұл формасынан шығып үлкен болып пісіп шықты. Бұл жерде суыған кезде түсіріп көрсетіп жатырмын. Суығаннан кейін қараңыздар, өзінің формасымен бірдей болып шықты. Және де формасынан оңай алынып жатыр. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Гүлайым. Ас болсын.